Құрметті қазақ елі, бүгін 7 сәуір 2025 жыл Степногорск қаласы колонияға келіп тұрмыз. Бұл жерде бүкіл дүние жүзін танытқан, қазақтың туын желбіреткен марафоншы Батыр ағамыз бүгінгі таңда осы елді демократиялы ел болсын деп сөз бостандығы, ар бостандығы сақталсын деп біздің конституциялық құқығымызды талап еткен үшін, шындық үшін, әділеттік үшін түрмеде отырған Марат Жыланбаев ағамызға қолдау көрсетіп келіп отырмыз. Бұл 7-ші аштық. Марат ағамыздың жариялап отырған осы өзінің құқығын талап еткен, соны орындалмаған үшін отыр. Сондықтан біз қолдау көрсетіп келіп отырмыз. Бүкіл қазақ елі, біз осы азаматтық борышымызды орындайық, осындай батыр ағаларымызды қолдайық. Өйткені бүгінгі біздің әрекетіміз ол болашағымыз үшін, осы елдің болашағы үшін, ұрпағымыздың болашағы үшін жасалып жатқан іс. Сондықтан бірге болайық. Бетіміз ашық, жүзіміз жарқын болсын ағайын. Марат Жыланбаевқа бостандық, саяси тұтқындарға бостандық. Алға Қазақстан.